Көмектесіңдерші, мені қамап тастады, решеткаға. Көмек, кім бар, көмектесіңдерші. Көмектесіңдерші. Кім бұл көмектесіңдерші деп жатқан? Таның атысымен кім көмек сұрап жүр? Мә, дауысы қай жақтан шығып жатыр? Таның атысымен ұйқымның барлығын бұзып жіберді ғой. Мен сиқырлы таяқшамды алып бара жатырмын. Қай жақтан шығып жатқан білмеймін, бірақ осы. Қараңыздар, ана жерде решеткада біреу жатыр ғой. Көмектесіңіздерші, өтініш. Қазір бара жатырмын сиқырлы таяқшаммен. Күте тұрыңыз. Мәссаған, судың іші суық қой, қалай отырсың ана жақта? Рахмет көмектесіп жатқаныңызға. Сен бірінші тоқтай тұр, біздің қалаға кірмей тұрып, сен бұл жаққа қалай тап болдың? Маған барлығын түсіндіріп бер. Және де сен қалай мен сияқты феясың? Бұл әлемде феялар тек қана біреу болады. Мен сізге барлығын түсіндіріп берейін. Менің есімім Стелла, және де мен бұл жаққа қалай тап болғанымды өзім білмеймін. Кешегі ғана есімде. Бұл мені злой дух осы жаққа жіберіп жіберген сияқты. Себебі кеше түнде ол мені алып кеткеннен бері менің есімде еш нәрсе жоқ. Жарайды, онда сен кеш батқанша мен үйімде бола тұр, және де бір нәрсе тамақ ішіп ал, әйтпесе сенің құйрықтарың жоқ болып кетеді. Мә, тамақтан алып отыр. Рахмет сізге көп. Мәссаған, мен бұндай ең дәмді тамақты өмірімде жеп көрмегенмін. Кеш батты ғой, жүр кетік, тезірек кемеге отырып ал, әйтпесе кеме газ жүріп кетеді. Лора ханым, рахмет сізге көп. Қайттан келіп тұрамын. Енді мен сіздерге өзім отбасыммен келіп сіз таныстыратын боламын. Жарайды, сау болыңыз, рахмет. Жақсы, сау бол. Рахмет саған, Стелла. Өзіне де сен арқылы мен басқа феялар бар екенін білдім.